Қайырлы күн менің YouTube көрермендерім. Алдыңғы видеода уәде еткендей, мен бүгін сіздерге балықтың зияндысын айтатын боламын. Балық бірнеше аспектілердің әсерінен зиян болуы мүмкін. Егер балық паразит жұқтырған болса, балық көп жағдайда адам ағзасына құрттардың немесе басқа да құрттардың пайда болуына себепші болады. Сондықтан оны шикіде емес, пісіріп жеген дұрыс. Егер балықтың өзі зиянды болатын болса, оның құрамында зиянды және улы заттар болса, яғни оның ішінде майлы балық, диарея және ішектің қатты ауруын тудыратын қоңыр балық, бури, сонымен қатар ит балық, кірпі балық, ай балық, қырымдық мұртты балық немесе марена, барракуда, теңіз шортаны секілді балықтардың бәрі уытты және олар сал ауруына немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Егер балық дұрыс сақталмаған болса, балық тез бұзылатын өнім және ол арнайы сақтау талаптарын талап етеді. Қақталған балық құрамында қатерлі ісік тудыратын канцерогенді заттардың артық болуына байланысты зиянды деп саналады. Бірақ суық қақталған балық аса зиянды емес, ал ысталған балықтарда канцерогенді заттар өте көп болады. Енді балықты қалай жеу керек? Дұрысы, суда немесе буда пісірілген балықты жеген жөн. Себебі балық осындай жолмен әзірленсе, пайдалы заттардың көп мөлшерін сақтап қалады. Сондай-ақ көмбештелген балық та пайдалы. Ал маринадталған, ысталған, тұздалған және кептірілген балық тек жоғары сапалы болса және дұрыс дайындалған жағдайда ғана пайдалы болады, және оның паразиттерді жұқтыру қаупі де аз болады. Балықты қалай таңдау керек? Жас балықтың өзіне тән жағымды және ерекше иісі болуы керек. Бірақ иісі жағымсыз және өткір болмауы тиіс. Ал балықтың еті бос емес, шымыр болуы керек және оны саусақпен басқанда пішіні тез қалпына келуі керек. Бірақ балық етінің түсі оның түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін. Алайда балықтың түсі жасыл немесе сары болмауы қажет. Балықты қалай сақтауға болады? Жаңа алынған жас балықты тоңазытқышта немесе мұздатқышта сақтауға болады. Мұздатқышта бірнеше айға дейін сақтай аласыз, ал тоңазытқышта бірнеше күннен артық балықты сақтауға болмайды. Құрметті оқырман, сіз балықты қалай жейсіз және қалай таңдайсыз? Өз ойыңызды комментарияға қалдырыңыз. Ақпаратым ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.